Ааларыңыз насылды? Сәлем сүйкімді көрермендерім. Керемет әдеттегі айдар, ертеңге болжау. Ертең 17 сәуір, көктеу, жұма. 29-30 ай күні болғанмен, ертең жаңа ай басталып кетеді. Жаңа айды жарылға, ескі айды есірге. Арман тілектеріңізді жоспарлаңыздар. Армандар картасын жасаңыздар. Аян бастан кәдімгідей қолға қалам алып, WhatsApp-қа емес, болмаса бейне емес, кәдімгі қағаз қалам алыңыздар, жазыңыз. Арман жоспарларыңызды міндетті түрде орындалады. Өйткені сіз өз әлемнің, өз тағдырыңыздың билеушісі, падишасысыз. Сондықтан ертең бар жақсылықтарды жасап үлгеріп жоспарлап қалыңыз. Алдағы 2 апта ай толғанға дейін оның бәрі әрине орындалады, айтқан. Сол ертеңге жалпы болжам, опера. Ертең өте жемісті, өте табысты, өте сәтті күн. Мүмкін айлық аласыз, мүмкін бір табыс табарсыз, мүмкін біреу қарызын қайтарады, мүмкін бір тойға шақырып, кәдімгі тойып, тағы тояна беріп, екі бүксеңіз, барарым бөксем толып, қайтарым бөксем сол емес, барғанда да бөксеңіз толып, қайтқанда да бөксеңіз толып, керемет мына жақта олжамен, мына жақта сарқытпен қайтасыз. Сондықтан жақсылыққа дайын болыңыз ертең. Тағы ұрыс айқай күйеуімен әсіресе ұрысып жүрген келіншектерге түсінбеушілік болған екен. Мына жерде қатты басыма иттерін қаптатып, мәселе күйеуіңізде емес, мәселе сізде. Өзіңізді бағаласаңыз, өзіңізді жақсы көрсеңіз, күйеуіңіз де сізді солай бағалайды. Бұл жерде сіз өзіңіздің бағаңызды білмейсіз деген сөз. Күйеу ол тек сіздің айнаңыз. Ол соны сізге көрсетіп жатыр. Күйеу жаман күйеу емес, оңбаған емес, өте керемет күйеуіңіз. Бұл жерде өзіңізді жөндеу керек. Әрине, шындықты есту қиын, кінәні біреуге арта салу оңай, бірақ бұл жерде кінә өзіңізде болып тұр. Не дейді тағы? Егер әділ шешім күтіп жүрсеңіз, әділ шешім, бір әділдік күтіп жүрсеңіз, жетесіз оған, уайымдамаңыз. Өте керемет, ертең керемет қорытындыларға жетесіз бұл жерде. Біреу хат жазады екен сізге, алыста жүрген біреуден хат аласыз. Керемет. Күндерің сәтті өтсін жандарым сол.